АЭС елдің ғылыми, техникалық және кадрлық әлеуетін өсіреді. Өйткені атом электр станциясының жұмыс істеу кезеңінде орта есеппен 2000-ға жуық маман қажет. Қазір қазақстандық 4 жоғары оқу орны бұл саланы егжей-тегжей оқытып жатыр. Түлектердің дені шетелдерде жұмыс істейді. Сондықтан елде атом электростанциясы салынса, кадр тапшылығы болмайды дейді сарапшылар. Оның үстіне жаңа бағыттағы білікті мамандар легі көбеймек. Фукушимадағы 2011 жылғы болған апатты жағдайды қарайтын болсақ, ол жерде мәселен активті аймақ деген балқып кеткен болатын. Сол активті аймақтың балқуына зерттеуі бойынша жұмыстардың барлығын осы біздің ұлттық ядролық орталық жасап отыр. Жапондық осы атом реакторларының игерлері солармен бірігіп жұмыс жасауда. Яғни бізде оған біліктілік те бар, кадрлар да бар, ондай жұмыстармен айналысатын. Жалпы экономика мен энергетика егіз ұғым. Қуат көз жеткілікті болғанда ғана қазына қаржысы көбейеді. Сондықтан АЭС өнеркәсіпті дамытып, елдің инвестициялық тартымдылығын арттырады. Айтпақшы, станция орналасқан ауданның инфрақұрылымын дамытуда әлемдік практикада жиі кездеседі. Негізгі нысан жолдар, темір жолдар, мектеп, ауруханалар мен тұрғын үйлер салуға ықпал етеді.